күркініш батқан сәтте қала шетінде орналасқан көне тастанды үйге кіруге қызыққан 4 жас жігіт жиналды. Тастанды үй көптен бері жабық болатын, ал қала тұрғындары оның ішінде түсініксіз, қорқынышты жағдайлар орын алып жатқанын айтып жүретін. Дегенмен олар ер жүрек болып көрінгісі келіп, түн ортасында тастанды үйге кіруге бел буды. Қараңғы дәліздер арқылы өтіп бара жатып, олар әрбір дыбысты естіп, жүректері аттай тулады. Ескі суреттер қабырғаларда ілініп, өздерінің жансыз көздерімен жігіттерге тесіле қарап тұрғандай болды. Бірі Архимедтің сөзіне ұқсатып, махаббат күн сайын дәлелдеуді талап ететін теория деп қалжыңдады. Бірақ оның дауысы дірілдеп шықты, себебі жағдай барған сайын қорқынышты бола түсті. Кенет оларды бірдеңе байқап қалғандай болып тоқтады. Алдарындағы айна бетінен қызыл көздер жылт етті. Бұл жай ғана біздің елесіміз деп өзін жұбатты біреуі. Бірақ ішіндегі қорқыныш еселене түсті. Тек біреу ғана оның жалған емес екенін сезді. Сол сәтте бойындағы жалғыздықты, қараңғылықты сезініп, ол жерде оларды ештеңе құтқара алмайтынын түсінді. Тастанды үйдің тереңіне қарай барған сайын, олардың жүрегі дүрсілдей бастады. Бірнеше минуттан кейін олар есікке жетті. Осы оқиғаның жалғасы қажет болса пікірге жазып кетіңіздер.